Жылы судың адам ағзасына тигізер пайдасы мол екенін білеміз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде 3 сәтті қосып ішсеңіз, ағзаңызға үлкен пайдасын тигізеді. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретін әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құрамы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болады. Мұны бұлжытпай орындайтындар аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорыту және тағы басқа көптеген ауруларға ем сиқырлы күш. Жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде 3 сәтті қосады екен. Менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға жазылып, жас арнаның дамуына титтей болсын үлесіңізді қоса отырыңыз. Арнамда көп оқырмандарым тіркелмей көреді екен. Сондықтан да арнаға тіркеліп, менің әрі қарай жұмыс жасауыма үлкен шабыт беріңіздер. Сарымсақ қосылған су. Сарымсақ қосылған су С және В6 дәрумені, марганец, мыс, кальций, калий, фосфор элементтеріне бай және көптеген дертке ем. Сарымсақты алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды. Беттегі әжімдерді кетіреді. Өкпеге, жүрекке өте пайдалы. Келесі су лимон қосылған су. Денсаулық сусыны деп аталады. Лимон қосылған су С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылады. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақтарды кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Бойындағы дәрумендер ми және жүрек жұмысын жақсартады, қан қысымын бір қалыпқа келтіреді, теріге көп нәр береді, тырнақ пен шаш өсуіне оң әсерін тигізеді, артық салмақтан арылуға көмек береді. Келесі су балмен су. Бұл емдік суды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайындап тоңазытқышта сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Таңертең аш қарынға немесе жатар алдын ішу керек. Бұл ұйқы шақыратын қасиетке ие.